Ілияс Жансүгіров, Қуыршақ әңгімесі. Қуыршақ деген кішкене ғана кісі. Аяқ қолы бар, аузы мұрны бар, белі буы, жеңі саулы, төсек саулы, ішпейді, жемейді. Қолдан жасайды, базарда сатады. Қыз балдар ойнайды, бірінен бірі алады, берсе кетеді, алса келеді. Үн болмайды, тіл болмайды. Жоқ, бекер. Қуыршақ дегеніміз үлкен кісі, аузы мұрны бар, аяқ қолы бар, белі буы, жеңі саулы. Ішеді, жейді. Базарда қолдан жасамайды, қатыннан туады. Базарда сатпайды, қазақта сатады. Бірінен бірі сақалды еркектер ойнайды, бірінен бірі алады. Берсе кетеді, алса келеді. Күндердің үн болмайды, тіл болмайды. Күндердің бір күнде ауданы Бадам, ауылы 6-шы Қадырбек ұлы Әбдірахым деген кісі Шымкент қаласындағы Қарият көшесінде жүріп келе жатып, Кенжетайдың қақпасына тоқтай қалады. Бабас осында тұра ма? Қай бабас? Өзім ағаш төресі Сәрсеновше осында. Бабас шығады. Ал бабас, қарындасына қанша сұрайсың? Әуел көр, қолайын жақса. Көріп тұрмын, құндықты қолдан сиген қуыршақтай бала екен. Саудасына келіссен, 1,5 сом пұл бер де, ала бер. Жолдас, ұстаған жерден ағаш та сынбайды. Өзің совет адамсың, оқыған адамсың. Совет кезінде қызын арзандығын қалайша білмейсің. Берсем 1000 сом берем, одан артық бере алмаймын. Бір атқос, мейлі бопты. Сауда бітті, қой сойылды, құда түсті, бабасқа 700 сомға өтті. Әбдірахым қызының қойнында пұлы берілген. Ертеңгісі күні Әбдірахым мен қыз қашып кетеді, бостандық. Әбдірахым кешегі тойдан еш жоқ. Бүкіл қалың жұртқа мәз. 6-шы ауылға тойын жасап. Той өтті, бабас қайтатын болды. Бұйымтайыңыз дегенде не ол? Қандай бұйымтай? Саудада достық жоқ. Қыз болған кезде, қыз қолыма тиген кездегі 300 соммен бір атты бер, жұмысым сол. Сауда дегенмен біраз әуре болдық қой. Қойға да біраз шығындалдық. Мен болай болады деп ойлаған жоқпын ғой. Баба сырт айналып кетті. Қарағым, қанша қарындасым, мен білетін ауылда сен бұл жақта кісі бола алмайсың. Ауылдың сиқысын қара. Ауылдың сиқысын қара. Мен білсем, сен бұл жерде кісі бола алмайсың. Сен бұл жерде кәлсіп боласың. Қатша солқ жылайды. Қой, жылама. Мен тұрған кезде сені ешкім жылата алмайды. Қайда барсан да өз еркін. Совет кезінде сені ешкім зорлап қатын қала алмайды. Аға, ені не істеймін? Үйге қайтасың. Жауға жаранды білдірмейсің. Әбдірахым қағынағы қарқ, сағынағы сарқ. Тойды өткізіп, қайнағасын қайрайды. Февральдың 4-інде әйелін жаздырып ауданға келеді. Қатша ЗАГС бастығына Әбдірахымға ырза еместігін айтқаннан кейін, ЗАГС бастығы өзінің дәптерін тарс жаба салды. Кеңседен ұрылған итке ұқсап шыққан Әбдірахымды көрген бабас қойнынан қатшаны суырып алды. Бостандық. Әрі қатын жоқ, әрі ақша жоқ. Шығындалып Әбдірахым қалады. Милицияға оңбай басына тас тиеді. Баба, сенің болың не? Сауда сақал ұстағанға шейін емес пе? Онда өкпем жоқ. Онда менің өкпем де, ренішім де жоқ. Оны мейлі бопты. Онда саған ана кездегі айтысқан 300 соммен астындағы қара айғырды саған беремін. Сауда бітті. Бабасқа 300 соммен қаралы айғыр кетті.
Әбдірақым біраз Әбдірақым толы берілген өзінің қызының қасында да жатыр. Келесі күні Әбдірақымның қызы қашып кетеді. Бостандық, міне қуыршақ, міне ойын. Бізде әлі мынандай қуыршақтар бар. Әйелі әлі қуыршаққа айналдырып жүрген ескі әдетті құлары атқа мінелері бар. Біз бұл қуыршақтарын бүгінгі күн секілді құрметтейміз. Еңбекші әйелдердің азаттығы үшін қайратпен, қажырмен күресеміз. Әйелдерді әлі күнге шейін қуыршаққа айналдырып жүрген еркектер құрсын.